Мен Сәбекова Арай Серікқызы боламын. Сіздермен танысқаныма қуаныштымын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Ал балалар, бүгін сабақты бастамас бұрын мен сіздерге антижауқаулық жылдам жауап беруге көмектеседі және ізденімпаз болуға жетелейді. Әдісін пайдаланамын. Яғни бұл кітапта әр топқа 3 кітаптан берілген. Бұл 3 кітаптың ішінде QR-код бейнеленген. Яғни соткаларыңызды, ұялы телефондарыңызды ашып, осы QR-кодты пайдаланып, сұрақтарға жауап берсеңіздер болады. Кім дайын? Бастай берейік. Көріністе көбізде метан. Жақсы. Жақсы. Яғни алғашқы 4 мүшесі бізде газ күйінде кездеседі екен. Тағы да кім жауап береді? Алкандар дегеніміз не? Алкандар дегеніміз сутек атомдарынан тұратын қан көміртектер. Қане, кім қосады? 3 топқа функционалдық тапсырма беріледі. Осы функционалдық тапсырмалармен танысып отырыңыздар. Яғни бүгінгі тақырыбымыз қандай тақырып болады екен? Ашып отырайық. Тақтада да көрсетілген. Пропан, бутан сияқты көмірсутектерді жағып, қандай өнімдер түзілетінін бақылау. Алдарыңызда А4 форматындағы қағаздар берілген. Есепті топпен отырып бірге жұмыс жасаймыз. Яғни осы арқылы өзіңіздің атын шығаруға болады. Бір-біріңізге көмектесіп. Есепті түсіндіре кетейін. Белгісіз 29 грамм затты жаққанда 88 грамм көмір қышқыл газы, 45 грамм су түзілді. Ауамен салыстырғандағы тығыздығы 2-ге тең. Заттың молекулалық формуласын табыңдар. Яғни ең алдымен мен сіздерге осы есептің шығару барысын түсіндіре кетейін. Белгісіз зат берілген, көмірсутек берілген. Ол бізде 29 грамм. Арқарай 88 грамм көмір қышқыл газы берілген. Қазір. 88 грамм көмір қышқыл газы берілген. Және 45 грамм су түзілген. Көпке көбейтсек 48-ге 10-ды қойсақ 58. Яғни бастапқыда біздің тапқан 58 деген санымыз шықты ма? Яғни су түзілсе, ол қандай зат болуы мүмкін. Яғни біз алканды ең алдымен толық жаққанда, яғни көмір қышқыл газы су түзілді. Яғни бізге берілген масса бойынша көмір қышқыл газының мольдік массасына бөлдік де, одан 3 шықты. Яғни көмір қышқыл газының зат мөлшері 3, ал судыкі 4 болды. Грамм көмір қышқыл газы мен 4 грамм су түзілді. Осы нәтижелерге сүйене отырып, темірқазған заттың молекулалық формуласын табуға тырысты. Ең алдымен біз берілгенін жаздық, одан реакция теңдеуін қарастырдық. Шешу бойынша свой екіні 88-44-ге бөлді. 2 шықты. 2 грамм көмірсутек жанғанда 11-2 литр көмір қышқыл газы және 8 грамм су түзілді. Заттың молекулалық формуласын анықтамады. Массасы 16, және 4-5 16-ға көбейтіп, біздің молекулалық формуламыздың өмірі жетсек екенін білдік. Соған қарай біз СО2 мен H2-ні, яғни алканды жандырып, СО2 мен H2-ні алдық. Содан біз өмірін тауып алып, сосын молекулалық формуласын таптық. Бізде C5H12 метан шықты. Жақсы, рахмет. Дұрыс шықты және тақтада берілген дескрипторға сай келді, барлығы өз орнымен шығарылған және соған
жақсы деген баға беремін. Біз ең бірінші тығыздық, ауа бойынша тығыздығын есептеп алдық. Біз жуықта болды іздеп алдық оны. Сосын жану реакциясын жаздық. Содан С2 мен H2O-ның молін тауып алдық. Сол моль арқылы біз көміртек пен сутектің массасын таптық. Тығыздығын тауып алдық. Тығыздық 43 болғаннан кейін оны 2-ге көбейтіп 86 болды. Неліктен 2-ге көбейттіңдер? Өйткені ауа бойынша тығыздығы, сутек бойынша тығыздығы еттеден болғандықтан 2-ге көбейтіп 86 шықты. Келесі біз теңдеуін құрып алдық. Олардың С2 масса 78 граммға тең. Одан кейін біз закончен анықтаған кезде берілген массаны оның мріне бөлеміз. Сол кезде бізде 205 мол шығады. Теңдеуді теңестіретін болсақ, бізде бутан мәні шығады. Бірінші іс материалы дерек жинау, яғни сабақ бойы қандай ой түйіндедіңіздер? Бүгінгі сабақтың алкандардың химиялық қасиеттерін соларды білдік және жану өнімдері бойынша есептерді рет-ретімен дескриптор арқылы шығаруды үйрендік. Жақсы, тамаша. Алкандар жанатын көмірқышқыл газымен су түзіледі, сабақтанады. Қағда.